Сәлем қыздар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздерге арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттерді бөлісемін. Егер де арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, әдеттегідей менің видеоларым сіздерге үнемі көрініп отырады. Бүгінгі видео іш қату жайлы болады, яғни запор жайлы болады. Егер де сізді іш қату мазаласа, онда дәл осы видео сізге арналады. Немесе құрбыңызды, танысыңызды, туысыңызды іш қату мазаласа, дәл осы видеоны онда міндетті түрде жіберіңіз. Жалпы іш қату проблемасы тіпті арықтап жүрген қыз келіншектерде, босанған аналарда да, қыздарда және жүкті келіншектерде осы іш қату проблемасы жиі болып жатады. Іш қату деп қай кезеңде айтуға болады? Іш қату бұл сізде 48 сағаттың ішінде артық нәжістің болмауы. Күніне 3 реттен аптасына 3 ретке дейін дефекация саны қалыпты болып саналады. Іш қату проблемасы болса, жалпы барлық қыз келіншектер бірден мен дұрыс емес тамақтанып жүрмін, маған жаңағыдай сорпалар ішу керек, сол кезде қалыпты болады деген ойда болсаңыз қателесесіз. Жалпы іш қатудың дұрыс тамақтанбаудан басқа да өзіндік басқа да себептері бар. Егер де сізді іш қату мазаласа, дәрігерге баратын болсаңыз, дәл осы жағдайды қарастырады. Ең алдымен сіздің тамақтану режиміңізге мән береді. Яғни дұрыс емес тамақтанатын болсаңыз, дұрыс емес тамақтануға не кіреді? Көмір сулы өнімдерді көп тұтынатын болсаңыз, яғни көмір сулы өнімдерге кіреді. Тәтті печенье, макарон, гречка, жаңағыдай шоколад, сол өнімдерді көп жейтін болсаңыз, яғни ақуыз, май, көмір су теңдігін ұстамаған жағдайда, жалпы бізде іш қату проблемасы дәл осы кезеңде басталады. Көмір суларды егер көп тұтынатын болсаңыз, көмір су ішекке барғанда патогенді микробтар оны жеп қояды. Нәтижесінде ол газға айналады және ішек желден ісінеді және ол жақта қысым жоғарылайды. Сосын ол жақта қысым жоғарылағаннан кейін су тез сіңіріледі де, нәжіс құрғақ күйге енеді де, ішек арқылы, яғни нәжіс баруы қиындайды. Сол кезеңде міне іш қату пайда болады. Егер де сізде күйзеліс болатын болса, яғни стресстік жағдай болатын болса, стресстік жағдайда да жалпы іш қату запор пайда болады. Ол қалай? Яғни стресстік жағдай болған кезде үнемі стресске түсетін адамдарда жалпы негізі нерв жүйесі, яғни ішектегі дефекацияны қалыпты дұрыс орната алмайды. Яғни тоқ ішектің босауы, нәжістің сыртқа шығуын атқара алмайды. Сырттан әсер еткен күйзелісті жағдайдан жалпы адамның миында қорқыныш пайда болады. Дәл осы қорқыныш пайда болғаннан кейін ми ішекке дұрыс импульс жібере алмайды. Дәл соның салдарынан, яғни нәжістің итеруі, жылжуы дұрыс жүрмейді. Яғни адам тек қана осы күйзелісті ғана ойлағандықтан мидың жұмысы іштегі ағзаны басқара алмайды. Мидың жұмысы дәл осы сырттағы болып жатырған күйзелісті үнемі ойлағандықтан бар күшті осы ми сыртқа бөлетін болады. Соның салдарынан нерв жүйесі де дұрыс жасамай және запор, яғни іш қату үнемі болады. Байқасаңыздар, босанғаннан кейінгі аналарда стресс, яғни депрессия жиі болады. Ол аналарда да шамамен 3 айға дейін запор, яғни іш қату болады. Ол аналарда жалпы негізі осы стресс, депрессия кіріп кетеді, бірақ өздері байқамайды қалай кіріп кеткенін. Егер де сіз қалыпты мөлшерде су ішпейтін болсаңыздар, сізде іш қату пайда болуы мүмкін. Жалпы негізі адамдар суды көп жағдайда іше қоймайды, яғни судың орнын шай ішу мүмкін, немесе жаңағыдай тәтті сусындар ішу мүмкін, бірақ оның барлығы сусынға, яғни суға жатпайды. Егер де сізде іш қату мазаласа, онда өзіңіздің салмағыңызға сәйкес су нормасын міндетті түрде орындау қажет. Жалпы қыздар, судың көп мөлшері тек тоқ ішекте сіңіріледі. Сол үшін суды міндетті түрде ішіңіздер. Әр келі салмаққа 30 санын көбейтесіздер де су нормасын орындайсыздар. Егер де жаз мезгілі болса, онда 40 санын көбейтіп сағат 7-ге дейін міндетті түрде су ішуді әдетке айналдырыңыздар. Егер де сізде гиподинамия, яғни қозғалыс аз болса да, сізде іш қату пайда болуы мүмкін. Яғни сіз тек қана отыратын, бір орындықта отыратын, жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе үйде отырған, қозғалысыңыз аз адам болсаңыз да, сізде іш қату пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда қозғалысты арттыру керек. Кардио жаттығуларын қосыңыз, немесе күніне 1 сағат, 2 сағат, кем дегенде 10.000 шаққа дейін жаяу жүріп қайтыңыз. Яғни қозғалысыңыз көп болса, дұрыс тамақтансаңыз, сізде іш қату проблема мазаламайды. Іш қату пайда болады, егер сізде гипотиреоз диагнозы болса.
Гипотереоз дегеніміз ол қалқанша безінің функцияларының төмендеуі. Дәл осы кезеңде, яғни қалқанша безінің функциялары төмендеген кезде ішектің майда клеткалары ісініп үлкейеді. Дәл осы кезеңде жаңағыдай қысымға алынады, нәжіс қысымға алынады. Сол кезеңде нәжіс қысымға алғаннан кейін бізде жаңағыдай су көп мөлшерде жоғалады және іш қату міне дәл осы кезеңде пайда болады. Егер сізде гипотереоз диагнозы болса, яғни ол диагнозды негізі эндокринолог дәрігері қояды. Яғни гормондардан бір нарушение, яғни бұзылыс болған кезде дәл осы диагнозды қояды. Тіпті гипотереозы бар адамдарда артық салмақ негізі болып жатады. Ондай жандар артық салмақтан арылуы кішкене қиындау болады. Гипотереоз диагнозы болса, ең алдымен ол гипотереозды емдеу керек. Оған арнайы дәрілері бар, дәрігердің сіздерге жазып беретін. Соны қабылдап, дұрыс тамақтанып, міне артық салмақтан арылуға болады. Жалпы қыздар, арықтау жүрген қыздарда да осы іш қату проблемасы үнемі кездеседі. Оның себебі рационда жеткілікті мөлшерде клетчатка, яғни талшықтардың болмағаны. Жалпы 25 грамм клетчатка, яғни талшықтың өзі көптеген өлімнің қаупін азайтады. Міндетті түрде сол үшін талшықтарды, яғни клетчатканы үнемі пайдаланып отыру керек. Клетчатканың негізі біздің ағзамызға өте көп пайдасы бар. Яғни қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді, тамақтың сіңірілуіне көмектеседі. Яғни клетчатка дегеніміз ол жаңағыдай біздің жейтін көкөністеріміз осы бізге клетчатка болып саналады. Егер сіз таңғы асқа сұлы ботқасын жейтін болсаңыз, онда жаңағыдай клетчатканы тіпті осы сұлы ботқасынан да ала аласыз. Клетчатканы үнемі жейтін болсаңыз, сізде іш қату мүлдем болмайды. Яғни жаңағыдай клетчаткаға бай тағамдарды жеу керек. Яғни отруби дейміз ғой, кебек, және көкөністерді және сұлы ботқасын жейтін болсаңыздар, сіздер клетчатканың жеткілікті мөлшердегі нормасын күнделікті ала аласыздар. Адам негізі кем дегенде салат ретінде 400-500 граммды кем дегенде жеу қажет. Яғни 400-500 грамм тіпті арықтау кезінде жесеңіздер болады, немесе жай ғана қалыпты арықтамай жүрген адамдарда осы іш қату кезінде жеуге болады. Іш қату кезінде үй жағдайына не істеуге болады? Мен қолданған тәсілді сіздер де қолданып көріңіздер. Аш қарында оливковое масло, немесе жаңағыдай зығыр майы, немесе льняное маслоны ішуге болады. Тек бір шай қасық аш қарында ішесіздер. Оны ішкеннен кейін артынша жылы су ішесіздер. Және су нормасын орындайсыздар, дұрыс тамақтанасыздар. Жеткілікті мөлшерде күніне кем дегенде 400-500 грамм яғни клетчатка, яғни салаттарды үнемі пайдаланып отырасыздар. Сосын сіздерде міндетті түрде үлкен дәретке бару болады. Келесі тәсіл, егер де сізде мүмкіндік болып тұрса, яғни дәріханаға барасыз да, дәріханада клетчатка деген жаңағыдай шөптер сатылады. Соны айранға қосып ішсеңізде сізге ол көмегін тигізеді. Егер сізде созылмалы түрде, яғни хронический түр болса, онда ол көмектеспеуі мүмкін. Келесі тәсіл, қыздар, пайдаланып көріңіздер. 3 орташа қызылшаны пісіріп, оны кешкі асқа жейсіздер. Яғни үкіштен өткізіп жеген дұрыс. Және ұйықтар алдында жарты кесе кебек, яғни отруби, және жарты кесе айран екеуін бірге араластырып, тұндырып қоясыздар, яғни бұқтырып қоясыздар да, оны таңертең тұрғанда аш қарында ішетін боласыздар. Дәл осы рецепті күн ара жасап көретін болсаңыздар, сіздерде іш қату проблемасы болмайды. Іш қату кезінде негізі сено фито чай деген бар, дәріханаларда сатылады. Соны да ішіп көріңіздер, сіздерге көмегі тиеді. Қыздар, ақпараттар пайдалы болса каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Арықтауға қатысты қазақ тілді арналарымыз өте көп болсын. Сіздермен болған әдеттегідей мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.